Сәлем барлықтарыңызға 15 минутта дайын болатын булочканың рецебімен бөлісемін. Таза ыдысқа айран, шекер, жұмыртқа, ас отсын салып араластырдым. Келесі енді ұн қосып, жұмсақ қамыр илеймін. Ұнды бірден қоспай, аз бөліктен қосамыз. Енді дайын болған тестімізді оқтаумен жазамыз. Қатты қалың қылмаймыз және қатты жұқа қылмаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамын. Енді қамырымызды рулет сияқты орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жіппен кесіп шығамыз. Осы мезетте майымызды қыздыра береміз. Қызып тұрған майға баяу отта екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл осылай барлық бөлкелерімізді пісіріп аламыз. Үстіне қалауыңыз бойынша сахарный пудра сепсеңіздер болады. Осымен біздің 15 минут уақытыңызды алатын булочкаларымыз дайын.